Түнде суретке түсіріп едім. Нәтижесі мүлде көңілімнен шықпады. Әттең-ай, жарықпен немесе күндіз түсіру керек еді. Экваторда күн мен түннің ұзақтығы бірдей екенін білесіз бе? Яғни 12 сағат бір тәуліктің жартысын құрайды. Ол дегеніңіз, сол жерде жарық болғанда сол түсікте қысқарады, ал оңтүстікте керісінше ұлғая түседі. Фотоға түсіруді жанында жақсы көретіндер үшін екі таңдау бар. Бірі түсірілім күнін ұзарту үшін экваторға немесе оңтүстікте бару, немесе түнде фотоға түсіруді үйрену. Бірақ автоматты режимде емес. Сәлеметсіздер бе? Менің аты жөнім Азамат Матғұл және бүгінгі бағдарламаның тақырыбы түнгі түсірілім. Жұлдызды аспан түнгі түсірілімнің ең ғажаптысы. Бұл көрініспен тек қалада қаз-қатар жарқыраған жарық шамдарын салыстыруға болады. Алайда шаһар тұрғындары көбіне жұлдыздарды анық көре алмайды. Дегенмен, бұл мәселенің түйінін француздық фотограф Терри Коун шешті. Қиялына ерік берген шебер қараңғыланған қала атты фото түсірілімге мегаполистің әдемі жерлерін фотоаппаратқа тартып, жұлдызды аспанды бөлек түсірді. Яғни кадрлерді бір-біріне сәйкестендірді. Фотодағы Шанхай аспаны шын мәнісінде Шығыс Сахараның жұлдызды аспаны екенін ажырата алмайсың. Егер сіз айдың жарығынан суретіңіз сәтсіз шығады, сондықтан тек қана күндіз суретке түсемін деп ойласаңыз, бұл мәселені түзететін уақыт жетті. Түнгі фотосурет түсірілімнің ең тиімді бағыты. Егер сіз сол жанрдың қыр-сырын меңгеріп алсаңыз, онда таныстарыңыздың арасында кәсіби фотограф атанатыныңыз анық. Алайда ол оңай шаруа емес. Ол үшін кадрды таңдап, бір тетікке баса салу жеткіліксіз. Ең аз дегенде түнгі режимде жұмыс істей білуіңіз керек. Бір қарағанда мұның не қиындығы бар деп ойлауыңыз мүмкін. Себебі әр фотоаппаратта түнгі режим жұмыс істейді. Аталмыш режимнің бір ғана ұтымды тұсы бар. Ол жарқылдың автоматты түрде қосылуы. Алайда түндегі жарқыл фотограф үшін үлкен кедергі. Міне осы фотосуреттер және сарапшылардың оған деген пікірі. Түнде орнатылған жарқыл ешқашан, ешқандай уақытта қолданылмайды. Егер сіз әрине өзіңізді фотограф деп есептесеңіз, тіпті еңбек жолын енді бастап келе жатқан болсаңыз да. Кәсіби емес маманның өзіне барлығы тасқа таңба басқандай көрініп тұр. Жарық тек бірінші планға ғана түсіп отыр. Иә, есіме түсті. Фотосуреттегінің барлығының негізі жарық. Түнде дәл осы жарық бізге ауадай қажет. Олай болса, түнгі түсірілімнің қыр-сырын меңгеретін уақыт жетті. Түнгі түсірілімде жарықты іздеп шарқ ұрасын. Ондағы басты іздеуші құрал ол фотографтың көз жанары. Шабыттың қайнар көзі жарықтандырылған көшелер. Қысқы ұсталым кең диафрагма. Кәсіби фотограф әрқашан көше шамының түбінде түсірілім жұмыстарын жүргізе алады. Оның жарығының арқасында модель барынша шынайы жарықтандырылады. Ол жоғары жақтың бұрышынан 45 градус аралықта түседі. Әрине, төмен емес, шағылысқан жарықты пайдалануға болады, тек тікелей жарқылды емес. Өзін, досын, бұрқақтың немесе қаланың көрікті жерлерінде түнде суретке түсіретін әуесқой фотографтар көп. Алайда жақсы кадрлар аз. Оның себебін фотограф Роман Якимов жақсы біледі. В условиях того, что человек хочет сделать фотоснимок себя, да. Олар тура адамға бағытталған жарқылды пайдаланады. Соның салдарынан оның пішіні өзгереді. Жарқыл адамның бетіндегі көлеңкелерді жояды. Нәтижесінде бет әлпет теп-тегіс болып, ешбір ақауы қалмайды. Вспышка выжигает все лицо. Шам жарықпен қамтамасыз етеді, ал ол қай жағынан түсу керек және сәнбеке қалай тұрғаны дұрыс. Мұндай білім тәжірибемен келеді. Түнгі түсірілімнің қыр-сырын меңгеру үшін тірі жандарды немесе қаланы түсірген абзал. Табиғатты суретке тартқанда бір жағы тым жарық немесе қараңғы болып қиындық тудырады. Мына кадр жақсы шыққан, яғни тым жарық немесе қараңғыда емес. В этом случае мы стараемся. Мұндай жағдайда біз оның ортасын табуға тырысамыз.
шәкілде барынша лайықты жерін таңдаймыз. Егер ең жарық және ең қараңғы тұстары қатты білініп тұрса, жарық кадрде бірнеше мәрте түсіру қажет. Сонда оның орта тұсын тауып аласыз. Қараңғы бөлшекте орта деңгейде болады. И темный элемент будет равен середине. Жоғары деңгейге өңдеу арқылы қол жеткізуге болады. Бұл қабаттармен жұмыс деп аталады. Кадрлер бірінің үстіне бірі қойылады. Қараңғы тұстар жарық бола бастайды, ал жарық жерлер қараңғы. Уақыт өте келе қолмен туралау арқылы мінсіз фотосуреттер жасауға болады. Түнгі түсірілім үшін тағы бір қызықты нысан адамдар мен көліктер көп жүретін жол болып табылады. Көліктер қозғалыста, ал олардың жарық шамдары созыла түседі. Оны адамдар дәл осылай көреді. Мы берем короткую выдержку и затвор фотоаппарата. Біз қысқа ұсталымды аламыз. Фотоның тетігі әдеттегідей бірден емес 2-3 секундына кейін жабылады. Осы уақытта көлік белгілі бір арақашықта жүріп үлгереді. Осылайша көліктің жарығы созылып, қозғалыс аумағы пайда болады. Соответственно, создается какой-то объем движения. Нәтижесінде қатып қалған жарықтың пайда болуына қол жеткіземіз. Фотоөнерде тіпті фризлайт деп аталатын бағыт бар. Оның өкілдері қараңғыда оттың көмегімен керемет суреттер салады. Көбі түнгі түсірілімде фотоаппараттағы ISO параметрін ұлғайту керек деген қате пікірде. Ал дұрысы 100-де болу керек. Одан төмен немесе жоғары болу керектігіне кәміл сенімді болмаған жағдайдың өзінде ISO 100 болу керек. Басқа уақытта суретте кедергілер пайда болады. Яғни суреттің сапасын жоғалтасыз. Түнгі түсірілімнің тағы бір міндетті бөлігі штатив. Егер ол болмаған жағдайда аяқ пен қолды қоятын тіреуіш болу керек. Сол кезде фотоның сапасын ұзын ұсталымда сақтауға мүмкіндік туады. Ал ұлғайтқышты мүлде қолданмаған абзал. Жарқыл құралын бірге алғаныңыз абзал. Шағылдырғыш қоршаған ортаның жарығын пайдалану үшін керек. Өзге сәулелерден қорғау үшін бленданы ұмытпағаныңыз жөн. Бейне жарықтың да орны айрықша. Ал осының барлығын пайдалана білсек, тіптен жақсы. Қысқасы, фотографқа осының барлығын көтеруге көмектесейін. Жақсы. Роман, менің білуімше, фото түсірілімде ең бастысы ол жарық. Сонда түнде біз қалай жарықсыз түсіреміз? Съемка ночи отличается тем, что нет естественных источников света. В нашем случае мы будем использовать... Түнгі түсірілімнің басқалардан айырмашылығы табиғи жарықтың болмауы. Сондықтан көп жағдайда шамдардың жарығы пайдаланады. Фотографта өзімен бірге қажетті жарықтандыратын жабдықтарын алып жүруі қажет. Скажем так, принести с собой, установить и с его помощью уже сделать хороший снимок. Ал түстердің табиғилығын қалай сақтауға болады? При ночной фотосъемке очень тяжело соблюсти, скажем так, определенные контроль. Түнгі түсірілімде кадрды барынша әдемі шығарып, және оның табиғилығын сақтап қалу қиынға соғады. Түсірілімді бастамастан бұрын фотограф жұмыс жүргізетін аймақтың жарықтандыруына байланысты фотоаппаратты қажетті параметрлерге қою керек. Суретті өңдеген уақытта да оған табиғи түсті енгізуге болады. Можно воспользоваться в моментах обработки фотографии. Түсірілімде фотоаппараттың параметрі өте маңызды. Сонда біздің түсірілімде қандай қажетті параметрлер болу керек? Бүгінгі түсірілімде белгіленген параметр бойынша түсіреміз. ISO-ны жоғары деңгейге қоямыз. 2000 немесе 2500. Себебі жарықтың аз болатыны анық. Ал диафрагманы 3000 немесе 3500-ға туралаймыз. Ол тым ашық немесе қатты жабықта болмайды. Ұсталымға келер болсақ, ол 100 шамасында болады. Оны кішкене төмен немесе жоғарылатуымыз мүмкін. Ол түсіретін нысанымыз анық болу үшін және оның артындағы көрініс жеткілікті деңгейде жарық болу үшін қажет. Қатты қараңғыланып кетпеуін қадағалау керек. Темные участки. Роман, біздің түсірілімді бастамас бұрын мүмкін сіз маған өз кеңесіңізді беретін шығарсыз. Мысалы, түнгі түсірілімде неге мән беру керек? Чтобы выполнить хороший кадр, в первую очередь требуется... Түсірілімнің басты және негізгі бөліктерінің бірі дайындық. Яғни фотограф түсірілімді қайда өткізетінін таңдап, оның қаншалықты жарықтанғанын ескеру қажет. Сделать кадр, и подготовка — это самое главное в момент съемки. Азамат, а сейчас на деле я покажу, как это делать ночные барлығын тәжірибе жүзінде көрсетемін. I bought a round of a
applause. Yeah, standing ovation. Oh, yeah, 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 yeah. You look so dumb right now, standing outside my house, trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please, just cut it out. Don't tell me you're sorry, 'cause you're not. Baby, when I know you're only sorry you got caught, but you put on quite a show, really had me going. But now it's time to go. Curtains finally closing. That's what quite a show. Very entertaining. Роман, бүгінгі сабағымыз өте пайдалы әрі қызықты өтті. Сол үшін сізге көп рахмет. Сау болыңыз. Ие, айтпақшы, ақ түсті баланс фотоаппараттың тағы бір параметрі. Оны түсірілімді түнде жүргізетін фотограф өз бетінше жасай білуі керек. Мәселен, ғимараттың бір жақ шеті жылы болып жарақтандырып тұрса, екінші беті суық. Егер балансты қолмен туралай алмасаңыз, оны тепе-теңдікті өңдеу арқылы қол жеткізуге болады. Немесе түсірілімді ақ қараға ауыстыра аласыз. Алайда кейбір фотолардың түрлі түсті болуы шарт. Құрметті көрермендер, бүгін біз Алматыда, демек бүкіл Қазақстанда танымал диджейлердің бірі диджей Прашкевичпен сұхбаттасатын боламыз. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз негізі. Бірінші сұрағым, күндізгі өмір мен түндегі өмірдің айырмашылығы қандай? Первое отличие тем, күндіз біз жұмыс істейміз, ал түнде демаламыз. а вечером, ночью мы отдыхаем, расслабляемся. Менің бөлімше әр клубтарда, сауда орталықтарда өзінің фотографы болады. Сол фотографтың маңыздылығы қанша? В любых ночных заведениях, да, есть свой штатный фотограф. Әр мекеменің штаттағы және штаттан тыс фотографы болады. Олардың орны айрықша. Себебі фотограф сол мекемеде болып жатқан барлығын суретке түсіріп алады да ғаламторға салады. Сәйкесінше адамдар сол фотоларға қарап, мекеме жөнінде өз пікірлерін қалыптастырады. Фотографии себе. То есть роль очень нужна, это очень важно. Кішкентай кезіңізде фотоөнермен әуестедіңіз бе? У родителей было увлечение фотографией. У них были фотоаппараты. Ата-анам кезінде фотоөнерге деген қызығушылық танытқан. Үйде кәсіби фотоаппарат болды. Әке-шешем онымен барлығын түсіруге тырысты. Олар бұрын Ресейде археологиямен айналысқан. Қазып алынған сүйектерді, ежелгі ыдыстарды суретке тартып алып отырған. Из земли, это кости, какую-то посуду очень древнюю. И вот как раз. Мысалы, өзіңізде бір есте қаларлықтай түнгі түсірілімнің суреттеріңіз бар ма? Да, конечно, есть. Әрине бар. Фестиваль аясында Қазақстанның барлық қалаларын араладық. Сонда түсірілген суреттер маған өте қатты ұнайды. Оларды әлеуметтік желіге де салдым. Все выкладывал. Денис мырза, сізге көп рахмет. Біздің сұхбатымыз өте қызықты, пайдалы өтті. Сізге біз шығармашылық табыс тілейміз және де әрине амандық. Сізге көп рахмет. Сау болыңыз. Сізге де рахмет. Мен сабақты қайталап өтуге қарсы емеспін. Фото шеберлердің кеңестерін білім және мәдениет телеарнасының сайтында қайта көруге болатыны қандай жақсы. Сіздерге де кеңес беремін. Сілтемесі экранда көрсетілген. Өз жұмыстарыңызды бізге көбірек жіберіңіздер, аты жөніңізді және бір сәт деп жазуды ұмытпаңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің жұмыстарыңызды эфирден көрсетеміз. Осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Күлімсіреңіз. Кім біледі, мүмкін әлде кімдердің фотокамерасының саны сізге қарай бағытталып тұрған шығар. Сау болыңыздар.